Алдымен осы кезде балалардың алдыда келе бастайды. Осы сәт балдырған тоғының бүлдіршіні Саят мамасы жылағанына қарамай жұмысына асығып есіктен итеріп кіргізіп, өзі шығып кетеді. Жас тәрбиеші Саяттың қасына барып, оны жұбатып, киімін ауыстырып, орнына отырғызады. Сол сәтте топқа немересін жетектеп бір әжей кіріп келеді. Жас тәрбиеші әжеймен амандасып, бүлдіршінмен танысып, қабылдап алады. Әжей жас тәрбиешіге алғашқы жұмыс күніне сәттілік тілеп шығып кетеді. Осылайша келген балаларды жылы жүзбен күлімсіреп қабылдап жатады. Бір уақытта есік ашылып, топқа Әлинұр атты ерке әрі қырсық балақай кіріп келеді. Тәрбиеші өз міндеті бойынша баламен амандасып, баланы киіндірмек болады. Ал Әлинұр қырсығып, мінез көрсетеді. Тәрбиеші баланы жұбатып ортаға отырғызып, балаларды таңғы жаттығу жасатады. Таңғы асқа отырғызып, одан соң оқу қызметін көрсетуге кіріседі. Сабақ үстінде бір бала әжетханаға сұранады. Біреуі ойыншыққа жабысады. Енді бірі қырсығып, балалармен төгелесіп, Әлинұр Кәусардың басын қанатып жібереді. Тәрбиеші Кәусарды жұбатып, жарақатын сүртіп, оларды бір-бірімен кешірім сұратып, достастырады. Сөйтіп оқу қызметін жалғастырып жатқанда, манағы әжетханадағы бала шақырады. Оқу қызметі үстінде тәрбиеші балалардан тақпақ сұрайды. Тәрбиеші оқу қызметін желіге жариялау мақсатында балаларды суретке түсірмек болады. Ал керек болса. Тәрбиешіге суретке түсірейін десе, бірі басын төмен салып, бірі апайға қарамай, енді бірі ойнап кетеді. Осылайша ақ тер, көк тер болып, үлкен еңбекпен әрең дегенде суретке түсіреді. Ойын ойнап, түскі ас ішіп, балаларды ұйқыға дайындайды. Балалардың бірі сосқа сұрап, екінші бірі көрпесін тартып жатқызбайды. Тәрбиеші балаларды тынышталдырып, балаларға ертегі оқып беріп, ұйықтап қалған балалардың үстін жауып шығады. Сөйтіп балалар түскі ұйқыдан да оянады. Табанға арналған жаттығу жасайды. Беті қолын жуып, бесін асқа отырғызады. Ас ішіп, ойын ойнайды. Осы кезде кешкі астан да тұрып, балалардың үйге қайтатын уақыты да таяп қалады. Балалардың үйге қайтар уақытында ең алдымен Саяттың папасы есік қағып, баласын алып кетеді. Осылай тәрбиеші балаларды ойнатып, арғарай жұмысын жалғай береді. Бір кезде Кәусардың мамасы келеді.
Тәрбиеші мән бермей балалармен бірге ойын ойнай береді. Есікті қаттырақ соғып Кәусардың мамасы келеді. Кәусарды киіндіріп жатып мамасы қызының жарақатын байқап қалады. Не болғанын сұрайды. Тәрбиеші болған жағдайды түсіндіріп бағады. Ата-ана болса ренжіп кетіп қалады. Сөйтіп көңіл күйі түскен тәрбиеші соңында қалған Саяттың қасына келіп отырады. Сағат болса 6:30. Әлі баланы ешкім алмады. Осы кезде соткысы шырылдайды. Алло, қайдасың? Шай қайда? 6:30 болды. Деп жолдасы телефон соғады. Тәрбиеші өзіне тән шыдамдылығымен Әлинұрдың анасын күтіп отырады. Әлинұрдың анасы да келіп, жұмыстан жай шығып қалғанын айтып, тәрбиешіден кешірім сұрайды. Сөйтіп жас тәрбиешінің алғашқы күні де аяқталып, үйіне қайтады. Балабақшадан қызын алып Кәусардың анасы үйіне келе жатып, қызына дүкеннен тәтті алып береді. Үйіне келгенде Кәусардың інісі алдынан жүгіріп шығады. Тәттіге таласып, маңдайын тырнап алады. Мамасы екеуін жұбатып, үйде қаспе көздің арасында екі баланың мына қылығын көріп, 20 балаға ие болып отырған тәрбиешінің еңбегін зор екенін түсінеді.